күзет бөлімі өзгерткен бақылау камерасындағы видеода директордың қылмысы түсіп қалған ба? Иә. Онда директордың орынбасарлары Лидия директордың қылмысын көрді ме? Иә. Бірақ директор нақты қандай қылмыс жасаған? Мен ойланып тұрған сәтте Дали, Литун және Сяожанның қатты мазасызданып тұрғанын байқадым. Кенет Сяожан қолындағы ыстық суды қарсы жақтағы бір қызға шашып жіберді. Әлгі қыз сол сәтте-ақ жерге құлап артынша ғайып болды. Мен аң-таң болып, не болып жатыр? Сяожан жауап бермеді. Қайта қолында ыстық суды тағы бір қызға бағыттап қорқытқандай кейіппен танытты. Әлгі қыз бірден жуасып, не сұрасаңдар да айтамын. Ойын әлі аяқталған жоқ қой. Неге оны өлтіруге асықтыңдар? Бірақ сөзімді аяқтамай Лютин мен Дали есіктің сыртына итеріп шығарды. Періштенің ойынының ережесі бойынша 20 минут ішінде осы жатақханадан шығып кетпесек қана жеңеміз. Сен мұны қайдан білесің? Сендер жауап беріп жатқан кезде мен байқаусыз олардың үстеліндегі хатты көріп қалдым. Оны дәл осындай жазылған екен. Ыстық судың әсерінен көргеннен кейін бәріне бір-біріне айтып, басқа студенттерге де жуынатын бөлмедегі ыстық судың қалай әсер ететінін жеткізді. Барлығы сәл тынышталғандай көрінді. Бірақ енді ешкім Син Сяобаның ісінің шындығын іздеуге асықпады. Сонда біз төртеуміз жатақханада бақылаушысы Тан апайға мәлімет сұрауға қабылдадық. Тан апай, директор Син Сяобаoды немен қорқытты? Ал күзет бөлімімен орынбасарлар Ли одан нені жасырып жүр? Басында мен Ли бақылаушыдан естідім. Ол Син Сяобаoның таң ата бере сырттан келіп есік ашып беруін жиі айтатын. Ли бақылаушының сырттан немен асып жүргенін болжап жүрді. Бір күні таңға жуық уақытта Лао Ли әдейі мектептің артқы қақпасының жанына күтіп тұрды. Сонда ол Син Сяобаoның директордың көлігімен түсіп жатқанын көреді. Осы жерге келген Тан апай үндемей қалды. Біз кетуге дайындалғанда, егер құбыжыққа айналсаңдар, адамдардан алыс жүріңдер, сонда адамдар қауіпсіз болады. Мен аң-таң болып, сол сәтте үшеуінің көзінен жас ақты. Негізі сол күні 8-інші бөлмеде біз өзіміздің өзгеріп кеткенімізді түсіндік. Бірақ бәрібір сенімен бірге барып таңдадық. Өткен Син Сяобаoның өлімінің шын кінәлісін табуға тырыстық. Ережеде түнгі 11-ден кейін жатақхана есігін ашпаңдар деп жазылған, есіңде ме? Шамасы шашы қара адамдар ақырында құбыжыққа айналатыны рас болған. Біз де солай өзгерген соң ғана ойынның нағыз ережесін түсіне бастадық. Бірақ бақытымызға қарай біз шындықты анықтадық. Таң апай соңына дейін айтпаса да, біз болған оқиғаның астарын шынайы түсіндік. Син Сяобаoй жиі түнемейтін. Күзет бөлімінің бақылау бөлмесі бәрін баяғыда-ақ білген. Қайта бөлімді ашқанда аурухана төсегінде жатыр екен. Қасында Сяожан, Литун және Дали тұрды. Мен колледж болған оқиғаларды есіме түсірдім. Bir күні бөлменің есігінің алдында Син Сяобаoның қоштасу хаты туралы табылған еді. Біз шынайы кінәліні тауып, бәрін полицияға айттық. Бірақ сол түні төртеуміз көміршіл газын уланып ауруханаға жеткіздік. Кейін полиция анықтағанда, директор біз ұйықтап қалған соң бөлмемізге жанып тұрған көмірді кіргізіп, есіктің сыртынан құлтап кеткен. Бірақ қандай жағдай болса да, біз қауесетке ермедік. Бір-бірімізге опасыз жасамадық. Бақытымызға қарай біз соңына дейін шыдадық.